Балалар өмірдің ең таза, ең жарқын сәулесі. Олардың бақытты балалық шағы біз үшін ең маңызды құндылық. Өкінішке қарай барлық баланың қауіпсіз ортада өсуіне мүмкіндік жасалмаған. Кейбір балалар физикалық, сексуалдық зорлық-зомбылықтың, психологиялық абьюз бен немқұрайлы қараудың құрбаны болып жатады. Зорлық-зомбылық кез келген жерде, үйде, мектепте, көшеде немесе интернетте болуы мүмкін. Көп жағдайда зорлық көрсететіндер балаға жақын адамдар. Ол туыстары, мұғалімдері, күтушілер немесе басқа балалар жынысына, жасына, әлеуметтік жағдайына қарамастан зорлық-зомбылықтың құрбаны болуы мүмкін. Ешкім бұл қауіптен толық сақтандырылмаған. Зорлық-зомбылық балалардың денсаулығына ауыр зиян келтіреді. Олардың бойын үрей мен қорқыныш басады. Көңілсіз жүреді, өздерін төмен санайды және қоғамнан алшақтайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, 5 жасқа дейінгі 10 баланың 6-ы үнемі ата-аналары мен тәрбиешілерінен физикалық немесе психологиялық зорлыққа тап болады. Сонымен қатар, әр 5-ші әйел мен әр 7-ші ер адам бала кезінде сексуалдық зорлық-зомбылыққа тап болған. Ал 2024 жылғы дерекке сәйкес, Қазақстанда кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған әрбір 3-ші қылмыс сексуалды сипатта орын алған. Балаларды қорғау ортақ міндет. Әр бала қауіпсіз және сүйіспеншілікке толы ортада өсуі тиіс. Біз бұл мәселені шешуге атсалыссақ қана болашақта салауатты қоғам құрамыз. Әрқайсымыз балаларымызды қорғауға үлес қосуымыз керек. Балаларға қарсы зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Егер сізге көмек қажет болса, немесе зорлық-зомбылықтың куәсі болсаңыз, үнсіз қалмаңыз. Ұлттық сенім телефондарына хабарласыңыз.